Ассалаумағалейкум. Мен Дархан Абдуахит, эфирде кабинет бағдарламасы. Тәуелсіз мемлекеттер достастығының аумағында ұлттық кәсіпкерлер палатасы алғаш рет Қазақстанда құрылды. Құрылғалы бері 1 жылдан астам уақыт өтті. Бүгінгі күні елімізде 800 мыңнан астам кәсіпкер бар. Ал олардың мүддесі қалай қорғалып жүр? Бұл істе палатаның рөлі қандай? Біз осы орайда ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметовпен сұхбаттасуды жөн көрдік. Ассалаумағалейкум. Абылай Есебекова. Уақытыңызды бөліп сұхбат беруге келіскен үшін алдын ала алғысымызды айтамыз. Алғашқы сұрақ, ұлттық кәсіпкерлер палатасының құрылғанына 1 жылдан астам уақыт өтті. Атқарылған негізгі деген қандай жұмыстарды атар едіңіз? Рас айтасыз, көз ашып жұмғанша 1 жыл өтіп кетті. Негізгі мақсат десек, біз басында айтып кеткенбіз, ұлттық палатаның жалпы әлемдік тәжірибеде қараған негізгі мақсаты кәсіпкер мен биліктің арасындағы көпір болу. Сол екі арадағы пікір алмасты жүргізу. Ең бастысы билік басындағыларға кәсіпкерлердің кейін пікірін жеткізу. Сол жеткізу арқылы кәсіпкерлердің жұмысына керекті заңдар бар, нормативті актілер бар. Жалпы мынау ойын тәжірибесі десек, соның бәрі шарты, кәсіпкерлердің ойының шартының бәрін үкімет қабылдайды. Сондықтан мына кері пікір алмасу бұл пайда. Бұл негізгі мақсатын осыны орындадық деп айта аламын. Бұл бірінші, екінші, біз айттық, кәсіпкерлер палатасы тек орталықта ғана мемлекеттік, әрине өте бұл маңызды, үкіметпен жұмыс істеу, өйткені негізгі шешімнің бәрі үкіметтің құзырында, немесе үкіметпен еншілес мекемелердің арасында. Ал ең бастысы біз айттық, әр ауданға да жетіп, облыс, өңірлерге барамыз деп. Облыстың бар өңірінде палатаның өзінің құрылымдары ашылды, олар аяғына тұрды, жұмыс жасап жатыр. Енді аудандарда да аштық, бірақ ауданда жұмысты белсенді бастады деп айта алмаймын, бірақ осы 15 жылы аяғына тұратынына көзіміз жетіп отыр. Бұл негізгі жетістіктер деп айтсам болады. Бизнестің мүддесін қорғауға келген кезде палатаның сөзі өтімді ме? Арасын айтыңызшы. Жаңа мен бірінші сұраққа айтқанда айтып кеттім, негізгі мақсатымыз сол пікір алмасу, билікпен қарым-қатынасты, әсіресе үкіметпен, мемлекеттік республикалық тараптағы мекеменің бәрімен қарым-қатынасты орнаттық деп. Біздің диалогымыз жақсы жүріп жатыр. Ал ол диалог дегеніміз, яғни біздің айтқан әңгімемізге құлақ асады деген сөз. Сондықтан бұны мен нақты жауап бере аламын. Иә, бүгін кәсіпкерлік палатасының айтқан әңгімесіне бірінші ең қуантатыны елбасының өзі көңіл бөліп отыр біздің айтқан әңгімемізге, біздің берген ұсыныстарымызға. Жақында ғана өздеріңіз куә болдыңыздар, елбасына біз есеп бердік. Сондықтан барлық көп мәселенің бәрін осы көңіл бөліп отыр. Жылдың басында әр жыл сайын міндетті түрде кәсіпкерлермен кездесіп тұрады, сонда кәсіпкерлердің әл-ауқатын қарап отырады, сосын керекті тапсырма беріп отырады. Ал шенеуніктің барлық үкіметтің барлық органдары, әсіресе мынау самұрық қазына болсын, бәйтерек қорлар бар, Қазагро бар, оның бәріне қармесі бар. Біздің бүгін ұлттық кәсіпкерлердің айтқан мәселесіне көңіл аспай жатыр деп әңгіме айта алмайын. Үлкен мәселе енді жергілікті жер болып отыр. Әрине орадағы әкімдіктер бірден көңіл бөліп деп айтарым, бірақ соңғы 2-3 айдың ішінде біз күз айынан бастап оны да қалпына келтірдік. Қазір барлық әкімшіліктермен, бар облыстың басшыларымен, әкімдерімен келісімшартқа келдік. Ондағы барлық кәсіпкерлерге керекті комиссияның, жұмыс топтарының жартысының бәрін біздің палатаның мүшелері құрайтын болды. Сондықтан пікір алмас өте тығыз болады деп ойлаймын. Бұл барлық жерде бүгін кәсіпкерлердің палатасының айтқан сөзіне құлақ асты деп айта аламын нақты. Ал бизнестің өзі осы сіздердің палаталарыңызбен етене жұмыс істеуге мүдделі ме? Біздің құрылғанымызға 1 жыл болды. 800 мыңнан астам, 850 мыңнан астам белсенді кәсіпкер бар. Олардың бәрі бізде заң түрінде біздің мүше. Әрине 1 жылдың ішінде бәріне жете қойдық, бәрімен қарым-қатынас орнықтық деп айта алмайын. Бізге төлейтіндердің саны 2,8%. Сол 853 мың кәсіпкерлер. Біз оны алдын ала депутаттарға да, халыққа да айттық. Жаңағы 100 миллион теңгеге дейін шағын кәсіпкер, ауыл жерлері олар төлемейді. Оларға біз ауырлық салмайық та 5 жылға оларды босаттық. Төлейтінде 22 мың ақ. 22 мың 2,8, олардың бәрімен біз 92%-мен қарым-қатынас орнаттық. Біздің орнымыз алдағы қойған жоспарымыз, солардың бір алғаш жыл 30-40% төлесе деген өзіміз жоспарымыз, ол жоспарымызды орындап шықтық. Бізге 30%-дан астам өзінің жаңа жарнасын төледі. Қалғандарына да енді жетіп түсіндіріп жатырмыз. Олар да төлейді деген ойдамын. Биыл 60%-ға жетеміз деп ойлаймыз, ал 3-ші жылы толығынан 100%. Бізге өтпелі кезең 5 жыл берген, сол 5 жылды 3 жылдап береміз деп көзіміз жетіп отыр. Меніңше бұл жақсы көрсеткіш. Әрине жарнаның кейбір мөлшерімен келіспейтіндер де бар. Оны біз ашар. Көлемі қанша сонда?
Енді 100 миллионға дейін айналымы барлар жылдық олар төлемейді. 100 миллион мен 2,6 миллиард теңгенің арасындағы жылдық айналымы барлар 296 мың теңге төлейді. Ал 2,6 миллиард теңгенің артық айналымдарының бары 8 миллион 143 мың төлейді. Біз бұның бәрін есептеп, осы биыл 15 жылдың январь айында өзіміздің құрылтай съезімізді өткіземіз. Съез шешім қабылдады, депутаттар бізді қолдады, үкіметті қолдады. Енді сол мөлшерде осыған дейін үкімет жасап келді заңда. Біз енді бір жылда жаңа тәжірибе көрдік, айттық, бұл қиын екен үкіметтің жасаған. Біздің өзіміздің қолымыз байланып қалды да тек үкіметтің шешімімен. Ал кәсіпкерлердің келіп жатқан біз шағым арыздарды қарап өзіміз шешім қабылдаймыз. Енді бұл мәселені осы жылдың басынан бастап үкімет, мәжіліс бізге берді. Біздің съез қабылдайды. Сондықтан алдымыздағы съезде бұл жарнаны біз есептеп, жаңа астындағыларға 3 есе, жоғарыларын 2 есе төмендетейін деп отырмыз. Сосын оның арасындағы жаңағы обороттары, айналымдары барларын барында іріктеп 10 шақты бәріне ыңғайлы жасайтын болып отырмыз. Сосын съездің құзырында, егер өзінің биыл табыс таба алмаса, жағдай қиын болса, ондай кәсіпкерлер босату да съездің құзырында болып отыр. Сонда осындай мүмкіншіліктер алдық. Меніңше жарна төлеу енді оңай болады. Абылай Исабекұлы, жалпы әлемде бизнесті өбектеп отырған екі мемлекет болатын болса, соның бірі Қазақстан, өзіңіз білесіз. Соңғы 6-7 жылдың көлемінде ішкі жалпы өнімдегі шағын және орта бизнестің көлемі 16-18%-дан аспай ақ қойды. Неліктен? Оның себебі өте түсінікті, өйткені біздің негізгі экономикамыздың көзі тірегі мынау шикізат өндіретін сала болып отыр. Сондықтан шикізат өз саласы ол тезірек дамып келе жатыр. Оның мөлшері үлкен, сондықтан сол мөлшермен салыстырғанда әрине шағын орта бизнестің мөлшері аз болып отыр. Бірақ егер шағын бизнестің санын, соның беріп отқан өнімін өткен жылдармен салыстырсақ, әрине шағын бизнестің өсіп отқаны көзіміз жетіп отыр. Соңғы осы өткен 14 жылдың өзінде байқасақ, қазір шағын бизнеспен айналысам, шағын орта бизнеспен айналысам деген белсенді кәсіпкерлер саны 50 мыңға өсіп отыр. Бұл өте жақсы көрсеткіш, өйткені бір 7-8%-ға жылына өсіп отыр. Оның шығарған өнімі 12%-ға өсіп отыр. Сондықтан шағын орта бизнес жалпы мына еліміздегі саясаттың арқасында аяққа тұрып келе жатқаны көрінікті, бірақ шикізат салалары тез дамығандықтан оның жаңағы оған салыстырғанда көлем 16-18-ден асамай отыр. Бірақ алдағы уақытта біз жаңағы өзіміз 2030 жылға деп отырмыз, стратегиялық негізді маңызға алдымызға қойып отқан өзіміздің ойымыз оны 30%-ға жеткізу. Әрине осы қарқынмен, осы реформаларымызды, шағын қолдау мәселесін қолға алып, бәріміз біріксе жүрсек, әсіресе палатаның да өзінің үлесі болады. Мен сол мақсатқа жететінімізге көзім жетеді. Нақтырақ айтсақ, бизнесті тежеп отырған не? Бизнестің ең бірінші 3 мәселе бизнеспен. Егер былай жалпы айтсақ, көбінесе бірінші қаражат керек бастау үшін бизнесті, ары қарай жалғастыру үшін. Екінші, бизнестің жасау үшін керекті заңдар, жаңа айтатын ойын шарттары керек. Оны административтік барьерлер дейміз, тексерулер дейміз, оның бәрін бір бизнестік шарттар деп айтуға болады, заңдар. Үшінші, адам, кадр керек. Осы 3 мәселені төгілгенде біз қарап отырмыз. Егер мына ортаға айтып кеткен мәселе заңдар болсын, кедергілер болса, өзіңіз байқайсыздар, елбасының көптеген осы мәселе көңіл бөліп отыр, үкіметпен көп тірлік жасалды. Біз тмд елдерінің ішінде алда келе жатқан бірде-бір мемлекетпіз. Доинг бизнес болсын, кедергілердің төмендеу, тексеру салалары болсын, сосын мына кадр мәселесінде қазір қолға алып. Бірақ өкінішке орай қиын болып жатқаны ақша мәселесі аяқты түбегейлі шешіліп жатқан. Егер осы ақша мәселесін, капиталды бастау үшін, арға жалғасу үшін қазір көздерін ашып, кәсіпкерлерге жетімді қылсақ, меніңше бұл барлық жан-жақты дамыр еді. Осы мәселені қазір кедергі болып тұрған мен сол деп түсінемін. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы міндетті жарна төлейтін бизнесмендердің ғана құқығын қорғай ма? Жоқ. Жаңағы 4 ішінің 70% төлемейтіндер, әсіресе кішкене, солар шағым айтатын. Қайта жаңағы қалтасы бар үлкен бизнеске біз түсіндіріп айтады. Сендердің жарналарың арқасында, сендер әлеуметтікте өзінің бір парызыңды орындап жатсың. Сен үлкен аяққа тұрған үлкен бизнес, шикізат көзінде істеп жатсың, үлкен бизнесте жүрсің. Сол сенің төлеген қаражаттың арқасында өзің жаңағы 90% бауырластарыңа көмек көрсетіп жатырмыз. Қолы жете алмай жүрген. Шағын, әсіресе мен өзім көлмен шығатын, кейде мен өзім келіп отыратын пошта күніне 1-2 мәрте хат келеді. Жазады, айналайындар осындай маған көмек көрсет. Бір жылдап жер аламай жүріп ем. Анда-мында қағазымды аяқа-мыняқа жіберіп, әбден ауданның әкімі қиыншылық көрсетті деп. Осы сендердің палатадан араласып, юристтері көмектесіп, сотымды шешіп берді, жерімді алып берді деп айтқанда, міне осыны істемек. Негізінен сол 70-80% шағын кішкене кәсіпкерлер мүддесі қорғалып жатқан.